Соңғы күндері Ерланда ұйықтай алмай жүрді. Күйеуі болғанымен Айсұлуға сенгісі келмейтін. Бірақ енді өз көзімен көрген нәрселерді түсіндіре алмады. Кешкісін жарықты сөндіріп, бөлмелерді қарап шықты, бәрі тыныш. Балалар ұйықтап жатыр. Бірақ дәлізге шыққанда кенет еден астынан әлсіз сықыр естіледі. Біреу баяу жүріп жүргендей. «Кім бар ол жерде?» деді Ерлан айқайлап. Дыбыс тоқтады. Сосын тағы басталды, дәл оның арт жағынан. Ол артына жалт бұрылғанда дәліздің түбінде қара көлеңкеде тұрған әйелдің сұлбасын көрді. Қара көйлекті, шашы ұзын. Бірақ ең қорқыныштысы оның көзі тура Ерланға қадалған. Ерлан артқа шегінді. «Кімсің сен?» Әйелдің даусы жаңғырып шықты. «Бұл менің үйім». Осы сәтте жарық етіп сөніп қалды. Ерланның артынан Айсұлу жүгіріп келіп жарықты қайта жақты. Әйел жоқ. Тек еденде күйік ізі мен дымқыл дақтар қалған. «Көрдің бе енді?» деді Айсұлу жылап. «Менің ойдан шығарып жүргенім осы ма?» Ерлан үнсіз отырды. Өңі бозарып кеткен. «Иә, көрдім» деді ол сыбырлап. «Бірақ енді не істейміз?» Түн ортасында Айсұлу бөлмесіне барып балаларына қарады. Мұхаммед ұйықтап жатыр, бірақ қолында бір ойыншық бар, күйіп кеткен көлік. Және баланың ерні өздігінен қимылдап тұр. «Кет, мені мазалама, мен сенімен бармаймын». Айсұлуның жүрегі тоқтап қала жаздады. Бірақ сол сәтте бөлменің бұрышынан әйелдің сыбырын естіді. Ол менің балам еді. Жарық жанып сөнді, бөлмедегі ауа қоюланып, бір иіс пайда болды, күйген ағаштың түтіннің иісі. Кенет перде өздігінен қозғалды, терезе тарс жабылып қалды. Мұхаммед айқайлап жіберді. Айсұлу баласын құшақтай беріп еді, көз алдындағы қабырғада өрт ішіндегі әйел мен бала бейнесі анық көрінді. Сол елестің артынан күліп тұрған Динараның даусы шықты. «Мен тек оны іздедім, енді таптым». Қабырғадағы сурет кенет жарылып, қара түтін бөлмеге жайылды. Ерлан есікті ашып үлгергенше жарық сөніп, үйдің іші тас қараңғы болды. Тек бір ғана дауысты естіді. «Мұхаммед, мен сені алып кетем». Түннен кейін Мұхаммед ауырды. Таңертең денесі күйіп тұрғандай ыстық, ал көзі бұрынғыдай емес, терең қарауытып кеткен. Айсұлу шошып дәрігер шақырды, бірақ тек дене қызуы бар деді. «Психологиялық шаршау шығар» деді дәрігер. Бірақ ана жүрегі оның басқа екенін сезді. Түнге қарай баласы сандырақтай бастады. Ол келеді терезеден. «Кім келеді, балам?» «Динара апай, ол мені өртке апарады». Айсұлуның денесі мұздап кетті. Бір сәтке көзін жұмып еді, кенет баланың денесі дір етті. Даусы өз даусына ұқсамай шықты. «Мен кеткім келмейді». Бұл Мұхаммед емес еді. Бір сәтке Айсұлу баласының ішінде басқа дауыс сөйлеп жатқандай сезді. Ол баласын құшақтап жылай берді. Сол түні Айсұлу амалсыз Клара апайға қайта барды. «Апай, өтінем, сол Динара жайлы не білесіз, бәрін айтыңызшы». Клара күрсініп, баяу сөйледі. Өрт болған түні көршілер есікті бұза алмай қалған. Динараның күйеуі кетіп қалған соң, ол қатты күйзелген. Өрт неден шыққаны анықталмады. Бірақ кейбіреулер баласын құшақтап отырып өзі от қойған дейді. Ал кейін сол үйді жөндеген жұмысшылар да талай нәрсе көрген, әйелдің сұлбасы, жылаған дауыстар. Айсұлу көзіне жас алып сыбырлады. Сонда ол әлі баласын іздеп жүрме? Клара басын изеді. Рухы тыныш таппаған. Ол өз үйінен, өз баласынан айырылған. Енді сендердің балаларыңды өзінікі санай. Айсұлу үйге жүгіріп кірді. Мұхаммед төсекте отыр. Бірақ көзі бөтен. «Анашым». «Динара апай айтты, ол мені өз үйіне апарады, ол жақта жыла». «Жоқ, балам. Ол сені алдап тұр», деп жылап жіберді Айсұлу. Бірақ бала күліп жіберді, ол күлкі Мұхаммедтің күлкісі емес еді. Дәл сол сәтте бөлмедегі айна жарқ етіп, ішінде от лап ете түсті. Әйелдің бейнесі көрінді. Қолында күйген, жылап тұрған сәби. «Менің баламды алып кеттіңдер». Бөлмеде жел соққандай перделер ұшты, терезе өздігінен ашылды. Айсұлу айғайлап баласын құшақтады. Бірақ баланың даусы баяу, алыстан шыққандай естілді. «Мама, ол мені шақырып жатыр».
Жоқ, деп жылады Айсылу, сен менің баламсың. Осы кезде Ерлан жетіп келді, айнаға қарап қалды да, есінен танып құлап түсті. Өйткені айнада өзімен әйелінің артында тұрған, күйіп кеткен әйелдің елесі тұрды. Ол күлімсіреді де сыбырлады. Бәрің менімен келесіңдер,